Сәлем достар, бүгін өте дәмді әрі керемет салат цезарь дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Бірінші сухарик дайындаймыз. Ол үшін осылай сухарикті кубикқа турап шығамыз. Мен бұл жағдайда үй жағдайындағы қатып қалған нанды пайдаландым. Енді келесі ыдысқа сұйық майымызды көз мөлшерінде және де қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Және осы сұйық массамызды құйып шығамыз. Және де тағы да кішкене сұйық май қосып шығамыз. Енді мен бұл салатқа салат жапырағын пайдаландым. Осылай салат жапырағын кубиктарға барлық біздегі өнімдерді кубиктерге турап шығамыз. Енді тәрлікеге немесе қандай да бір ыдысқа осылай бірінші салат жапырағын қосып, салат жапырағын салып, одан кейін үстіне етті, тауық етін, қызанақты, манағы пісірген сухарикті және де майонезді саламыз. Яғни бірінші салат жапырағы, одан кейін тауық еті, сухарик және де қызанақты салатын боламыз. Және оның арасына сыр пармезан, яғни пармезан ірімшігін осылай үккіштен өткізіп саламыз. Одан кейін тағы да келесі ретпен сол әрекеттерді қайталаймыз. Бірінші тауық еті, одан кейін сухарик, қызанақ, майонез және салат жапырағы болып табылады. Тағы да үстіне майонезімізді осылай салып сүйіп шығамыз. Майонезді көп салуға кеңес беремін. Асылған жұмыртқаны салаттың бетіне салып шығамыз. Одан кейін үстіне сыр, яғни пармезан ірімшігін үккіштен өткізіп саламыз. Салатты тоңазытқышқа саламыз. Өте дәмді әрі керемет салатымыз дайын. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.